Қайырлы күн достар, сіздермен бірге Айгерім. Менің каналыма қош келдіңіздер. Каналға тіркеліп, лайк басып, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен көкөністер қосылған картошканың рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен пиязымызды, етімізді турап, қазанымызға май құйып, қуырып аламыз. Болгар бұрышын турап, оны да пияз етпен бірге қуырып алатын боламыз. Болгар бұрышы қуырылып жатқанда қызанағымызды турап қоямыз. Дәл осылай үлкен етіп, бір қызанақты 4-ке немесе 6-ға бөліп турап аламыз. Енді баклажан қосатын боламыз. Баклажанымызды тазалап, жуып, тазартып, керек емес бөліктерін кесіп тастаймыз. Және де сыртындағы қабығын ашуға да болады, ашымауға да болады, өз еркіңіз. Мен біреуін ғана ашып көрсетіп жатырмын. Қалғанын қабығын ашымай дөңгелек етіп салдым. Дәл осылай жасасаңыздар әдемі болады, дәмді болады. Барлығы қуырылғаннан соң көкөністердің дәмі картошкамызға сіңіп, өте дәмді болып шығады. Баклажанды турау әдісі өз еркіңізге байланысты. Дөңгелек етіп турасаңыз да болады, немесе ұзынша соломка етіп турасаңыз да өз еркіңіз. Ірі етіп тураңыздар ең бастысы, өйткені қуырылған кезде бұл кішірейіп жоқ болып кетуі мүмкін. Сондықтан үлкен ірі етіп тураңыздар. Барлық баклажандарымыздың барлығын турап болғаннан соң, енді қазанға салып, баклажанды да кішкене қуырып алатын боламыз. Қуырылып жатқан пияз, ет және болгар бұрышының үстіне баклажандарымыздың барлығын салып қуырамыз. Баклажанымызды біраз қуырып болғаннан соң, енді қызанағымызды салып, қызанақты да қуыратын боламыз. Дәл осылай араластырып, кішкене сөлі шыққанша қуырып алыңыздар. Енді дәміне қарай тұз салыңыз және тағы да араластырыңыз. Ендігі кезекте сәбізімізді турап, оны да салып қуырып алатын боламыз. Сәбізді салған соң тағы да біраз араластырамыз. Араластырып болғаннан соң жарты стаканда 100 граммдай су құямыз. Су құйып, кішкене қайнағаннан соң бетін жауып бұқтыратын боламыз. Енді картошкаларымыздың қабығын ашып, жуып, тазалап кесетін боламыз, турайтын боламыз. Дәл осылай мен 4 бұрышты үлкен кубик етіп турадым. Осылай жасасаңыздар дәмді болады. Дөңгелек етіп турасаңыз да болады. Өз қалауларыңызша жасай берсеңіздер болады картошканың пішінін. Енді суы тартылды. Осыған барлық туралған картошкаларымызды салып, тағы да араластыратын боламыз. Араластырып, суы аз деп ойласаңыз, асты жабысады-ау десеңіз, кішкене ғана су құйып, қазанның бетін жауып, арасында араластырып тұрып пісіріп аламыз. Картошкамыз піскенше укроп немесе петрушканы осылай алдын ала турап алсаңыздар болады. Әрі пайдалы, әрі сәнді, әдемі көрінеді. Сондықтан дәл осылай турап дайындап алыңыздар. Міне біздің картошкамыз пісті. Енді тарелкемізге салып, дастарханға сұна берсеңіз болады. Дәл осы әдіспен міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлық көкөністің сөлі картошкамызға шығып, өте дәмді болады. Менің отбасыма ұнады, сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Рахмет.